Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз үйде бір жасағаннан өте дәмді және жұмсақ, ең бастысы тәтті болып шығатын булочки дайындайтын боламыз. Егер сіз тәтті булочки жақсы көрсеңіз, онда міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы су және сүт, кейін жұмыртқа қажет. Және үстіне қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық тұзымызбен ашытқымызды саламыз да тағы да бір жақсылап араластырамыз. Содан кейін шемішкі майымызды қосамыз. Кейін ең соңынан ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп, жаймендеп араластырып, соңынан жақсы жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Нәтижесінде көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырымызды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осы көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, домалақ етіп форма жасап қоямыз. Кейін оқтаудың көмегімен қамырымызды қатты қалың немесе жұқа етіп алмай, жайып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Майды жағып болғаннан кейін ортасына қантымызды себелейміз. Егер тәтті болған қаласаңыздар, қантын көптеу қылып себелесеңіздер болады. Қантымызды сеуіп болғаннан кейін видеода көрсетілгенде қамырымызды орап, ортасынан пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Сонда бізде әдемі форма пайда болады. Қалған қамырларымызды да тура солай етіп жасап шығамыз. Немесе сіздер өз қалауларыңыз бойынша форма жасасаңыздар болады. Достар, егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дайын болған булочкаларымыздың бетіне жұмыртқамыздың сары-уызын жақсылап жағып шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке булочкаларымызды беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын, өте дәмді, тәтті және жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес берем, достар. Өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.